службы коммуникации мы поговорим о службе контроля в области обеспечения пожарной безопасности по Восточно-Казахстанской области. Спикерлермен таныстырып өтейін. Тоқтарғалиев Болат Мәпенұлы, Шығыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасы бастығының орынбасары, Сейіт Қамза Мадина мемлекеттік өрт бақылау басқармасының аға инженері, азаматтық қорғау майоры, және Мұқашев Медет Жүсіпович мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бас маманы, азаматтық қорғау майоры. Болат Мәпенұлы, сөз кезегі өзіңізде. Ал енді құрметті Шығыс Қазақстан тұрғындары, енді біздің Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдай департаментінің атынан бір баяндамамыз бар. Ол объектілерді мемлекеттік өрт бақылауды жүзеге асыру бойынша. Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау жеке заңды тұлғалардың өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған. Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау қызметі азаматтық қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңына және Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексіне және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдай департамент тәуекелдер дәрежесін бағалау критерийлеріне сәйкес 17 мыңнан астам бақылаудағы объектілерді есепке алынған. Анықтап айтсақ, ол 17.664 объект. Анықтама ретінде жоғарғы тәуекел дәрежесі 1922, орташа тәуекел дәрежесі 752, төмен тәуекел дәрежесі 14990 объект. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында профилактикалық бақылау тізіміне сәйкес департаменттің аумақтық бөлімшелерімен 518 нысан жоспарланған және тексерулермен қамтылған. Тексеру барысында өрт қауіпсіздік ережелерінің 2179 бұзушылығы анықталды. Басшыларға бұзушылықтарды жою мерзімдерін ұйғарымдар ұсынылды. Так, уважаемые жители Восточно-Казахстанской области, от имени Департамента ЧС по Восточно-Казахстанской области имеется у нас доклад на ваше внимание. Доклад звучит по осуществлению государственного пожарного контроля на объектах. Это основная тематика. К вашему вниманию данный доклад в данном направлении. Государственный контроль в области пожарной безопасности направлен на обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности физическими и юридическими лицами. Контрольная деятельность в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законом Республики Казахстан о гражданской защите и другими нормативно-правовыми актами, в том числе включительно предпринимательским кодексом. Так, на сегодняшний день департаментом по ЧС согласно критериев оценки степени рисков на учет взято более 17 тысяч объектов. Если быть точнее, то 17 664 объекта. Так, справочно хотелось бы отметить, что высокая степень риска относится у нас 1922 объекта, средней степени риска 752 объекта, низкой степени риска 14 990 объектов. На первое полугодие 2025 года, согласно списка профилактического контроля, территориальными подразделениями департамента запланировано охвачено 518 объектов. По результатам проверок выявлено 2179 нарушений правил пожарной безопасности. Руководителям вынесено предписание со сроками устранения нарушений. Так, также вместе с тем, согласно статье 137 Предпринимательского кодекса, с 1 января 2023 года государственный пожарный контроль осуществляется в форме профилактического контроля с посещением субъектов. Хотелось бы отметить. Так, периодичность профилактического контроля для сфер деятельности субъектов контроля и надзора отнесен к высокой степени риска. Кратность проведения профилактического контроля определяется критериями оценки степени риска. Вот, хотелось бы это отметить. Ал енді қазір енді өзімен бірге әріптестерім келіп отыр. Қазір осы тематика бойынша анығырақ айтып береді. Осы әріптестеріме сөз бергім келіп тұр. Давайте также вот хотелось бы отметить, что я пришел со своими коллегами, инспекторами в области пожарной безопасности и более расширенно по этой тематике хотел бы предоставить им слово. Сейіт Қамза Мадина, сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар. Сөз кезегін жалғастыра келе, енді нысандардағы тексерістерді қалай жүргізілетініне тоқталсақ. Кәсіпкерлік кодексінің 137 бабына сәйкес 2023 жылғы 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік өрт бақылау кодексте көзделген негіздер бойынша бақылау және қадағалау субъектісіне профилактикалық бақылау нысанында және жоспардан тыс тексерулер жүргізілуі
арқылы жүргізіледі. Тәуекелдің жоғары дәрежесіне жатқызылған бақылау және қадағалау субъектілерінің қызмет салалары үшін профилактикалық бақылаудың кезеңділігі жылына бір реттен жиі емес болады, ал тәуекелдің орташа дәрежесі үшін 2 жылда бір реттен жиі емес айқындалған. Тәуекел дәрежелері шарттар бойынша жоғары, орташа және төмен болып айқындалады. Ақпарат көздері мен субъективті критерийлерді бақылау кезінде бақылау және қадағалау субъектілеріне бара отырып профилактикалық бақылаудың жарты жылдық тізімдері автоматты түрде қалыптастырылған. Тәуекел дәрежесін бағалау үшін келесі ақпарат көздері айқындалады. Ең бірінші жаңағы алдыңғы тексерістер мен профилактикалық бақылаудың нәтижелері. Екіншіден, қандай да бір сол нысандарда өрттер пайда болған болса, бұзушылықтар пайда болған болса, яғни субъектінің кінәсінен туындаған қолайсыз оқиғалар болса. Және де үшіншіден, бір және одан да көп расталған шағымдар немесе өтініштер болатын болса, және де 5 жыл және одан да көп объектіні пайдаланған болса, яғни жобалау қуаты бойынша жүктеменің бұзушылықтар туралы расталған мәліметтер мен қызметті жүзеге асыру түрінде мемлекеттік органдар мен ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері көрсетіледі. Кәсіпкерлік кодексінің 144-ші бабының 2-ші бабқа сәйкес жарты жылдық профилактикалық бақылау жүргізу тізімдері бақылау және қадағалау субъектілеріне қатысты жасалынады. Мұнда бақылау және қадағалау субъектілеріне қатысты профилактикалық бақылаудың орындалатын міндетті түрде көрсетіледі. Профилактикалық бақылау бойынша тексеру жүргізу бастау туралы кәсіпкерлік кодекстің 144-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес басталғанға дейін кемінде күнтізбелік 30 күн бұрын тексеру жүргізу туралы хабарлама жеткізіледі субъектіге. Кәсіпкерлік кодексінің 143-ші бабына сәйкес тексеру жүргізу кезінде тексеріс парақтарында белгіленген тексеріс талаптарға тексерістер жүргізіледі. 144-ші баптың 2-ші тармағына сәйкес 1-ші тармағының сәйкес профилактикалық бақылау тексерулер жүргізу қорытындылары бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда бақылау және қадағалау субъектілеріне әкімшілік іс жүргізуді қозғамай, бұзушылықтарды жоюдың белгіленген мерзімдері бар бұзушылықтарды жою туралы нұсқама беріледі. Сондай Қазақстан Республикасының заңдарына көзделген жағдайларда жедел ден қою шаралары қолданылатын болады. Кодекстің 152-ші бабының 7-ші тармағына сәйкес анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманы орындау мерзімдері мен оны орындаудың нақты мүмкіндігіне әсер ететін мән-жайлар ескеріле отырып, бірақ анықталған бұзушылықтарын жою туралы нұсқама тапсырылған күннен бастап күнтізбелік 10 күннен кем емес айқындалады. Кодекстің 152-ші бабының 10-ші тармағына сәйкес анықталған бұзушылықтар жою туралы нұсқамада көрсетілген анықталған бұзушылықтар жою мерзімі өткеннен кейін бақылау және қадағалау субъектісі осы нұсқамада белгіленген мерзім ішінде бақылау және қадағалау субъектісіне барып профилактикалық бақылау жүргізген бақылау және қадағалау органына анықталған бұзушылықтар жою туралы ақпарат ұсынуға міндетті. Яғни қандай да бір тексерістер өткізілгеннен кейін субъекті тексеріс жүргізген инспекторларға ақпаратты ұсыну міндетті. Егер де ұсынбаған жағдай болатын болса, ұсынбаған жағдайда бақылау және қадағалау органы 2 жұмыс күн ішінде бақылау және қадағалау субъектісіне нұсқаманың орындалу туралы ақпарат беру қажеттігі туралы сұраныс жүргізеді. Яғни егер де субъект осы мерзім өткеннен кейін ақпаратты жібермеген болатын болса, жаңағы инспекторлар 2 жұмыс күн ішінде сұраныс жүргізеді, орындалған, орындалмаған. Осындай кезде егер де ұсынылмаған болатын болса, онда жоспардан тыс тексеріс тағайындалуға құқылы. Егер бұрын берілген нұсқамада көрсетілген өрт қауіпсіздік талаптарын бұзылуы толық көлемде жойылмаған жағдайда, кейіннен әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы қарау және қаулы шығару үшін сот органдарына жібере отырып, мемлекеттік бақылау органдары берген нұсқаманы орындамаған үшін жаңағы кодекстің 462-ші бабының 3-ші бөлігі бойынша әкімшілік іс қозғалады, яғни сотқа жіберіледі. Келесі, осы 2024 жылдың шілде айынан бастап азаматтық қорғау органдарына жедел ден қою шаралары бөлігі бойынша жаңа функциялар қарастырылған. Жедел ден қою шарасы бақылау және қадағалау субъектісінің объектісінің қызметін немесе қызметін жекелеген түрлерін жұмыстарын орындауын тоқтата тұруға жатады.
Мәселен, Ішкі істер министрлігінің 2018 жылғы 30 қазандағы номер 758 жылы және де Ұлттық экономика министрлігінің 2018 жылғы 30 қазандағы номер 31 бірлескен бюроына жедел ден қою шараларын қолдануға әкеп соқтыратын тексеріс парақтарға енгізілген талаптар тізбесімен толықтырылған және де нақты түрі айқындалған. Осы тізбеде тексеру парақтарын өрт қауіпсіздігінің 81 талабы қамтылған. Жедел ден қою шарасының қолдану мерзімі тізбенің барлық талаптары үшін бірыңғай, яғни 60 күн тізбелік күн болып белгіленеді. Бұл ретте Кәсіпкерлік кодексінің 152 бабының 7 тармағына сәйкес жедел ден қою шаралар қолдануға негіз болып талаптардың бұзушылықтар жою мерзімді ұзартылуға жатпайды. Жедел ден қою шараларын қолдану тәртібі Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңның 38 бабының 1 тармағында баяндалған. Мәселен, мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру барысында немесе оның нәтижелер бойынша егер объектіні пайдалану жеке және заңды тұлғалардың конституциялық құқықтарына, бостандықтар мен заңды мүдделеріне, адамдардың өмірінен денсаулығына, қоршаған ортаға, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне тікелей қатер төндірген болатын болса, өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектор Төтенше жағдайлар министрлігінің 2024 жылғы 27 маусымдағы номер 249 бюроына сәйкес жедел ден қою шараларын қолданады. Өрт қауіпсіздік саласында қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы акт Қазақстан Республикасының кодексінің 153 бабына сәйкес рәсімделеді және бақылау және қадағалау субъектісіне табысталады. Өрт қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектор жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болып табылатын талаптарды бұзушылықтар анықталған кезде мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру барысында немесе оның нәтижелері бойынша уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша өрт қауіпсіздік саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата туралы актіні рәсімдейді. Айта кететін, мемлекеттік өрт бақылау портативті килетін бейнетіркегішті қолдану арқылы жүзеге асырылу керек. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру барысында және оның нәтижелері бойынша анықталған жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болып табылатын талаптарды бұзушылықтар бақылау және қадағалау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау және тексеру нәтижелері туралы актіде, сондай-ақ бұзушылықтар туралы жою туралы нұсқамада көрсетіледі. Бақылау және қадағалау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау, тексеру нәтижелері бойынша талаптарды анықтаған бұзушылықтар жою мерзімдері өткеннен кейін жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болып табылатын анықталған бұзушылықтар жойылғанын бақылау бойынша жоспардан тыс жүргізіледі. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы актінің қолданудағы өрт қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік инспектор Кәсіпкерлік кодекстің 144 бабы 5 тармағының 2-1 тармақшасына сәйкес жоспардан тыс тексеру нәтижелері туралы актінің негізгі жедел ден қою шаралары қолдану үшін негіз болып табылатын анықталған бұзушылықтарды жоюды растаған жағдайда тоқтатылады. Жедел ден қою шараларын қолдану үшін негіз болып табылатын талаптардың анықталған бұзушылықтар жойылмаған жағдайда жоспардан тыс тексеру нәтижелері бойынша бұзушылықтарға жол бермеген адамдарды Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 462 бабының 3 бөлігі бойынша жауапкершілікке тартуға жөнінде шаралар қолданылады. Жедел ден қою туралы шаралары ақпарат Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы белгіленген тәртіппен мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласына өз құзыреті шегінде қызмет атқаратын мемлекеттік органға жіберіледі. Келесі кезекте нысандардағы өрт қауіпсіздік ережелеріне сәйкес негізгі талаптар бойынша тоқтала кетсек. Түтін шығару жүйелерімен өртті анықтау және сөндіру өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялану, басқаратын автоматты қондырғылармен жабдықталған ғимараттар мен құрылыстар пайдалануға жауапты жүйелер жарамды күйде болу керек әрдайым. Эвакуация жолдарына жай күйіне ерекше назар аударып отыру керек. Эвакуациялық жолдар мен шығуларды, оның ішінде өткелдер, дәліздер, тамбурлар,
галереялар, лифт залдары, баспалдақтар алаңдары, баспалдақ марштары, есіктер, эвакуациялық люктер, әртүрлі материалдармен, бұйымдармен, жабдықтармен, өндірістік қалдықтармен, қоқыстармен және басқа да заттармен үйіп тастауға, сондай-ақ эвакуациялық есіктерді бітеуге, бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуы, сондай-ақ қызмет көрсетуші персоналды өрт туындаған жағдайда іс-қимылдарға үйрету қажет. Өртке қарсы сумен жабдықтау табиғи және жасанды көздері, оның ішінде өртке қарсы су құбырлары, өрт су айдындары, өрт сөндіру мақсаттарында арналған суды сақтауға арналған сыйымдылықтар, сондай-ақ су алуға арналған оларға кіреберістер үнемі жарамды күйде ұсталыну керек. Объектінің электр қауіпсіздігі қамтамасыз етілу керек. Азаматтық қорғау туралы Қазақстан Республикасы заңының 16 бабының 2 тармағына сәйкес ұйымдар Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау саласындағы заңнамасына белгіленген талаптарды сақтауға, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жөніндегі шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға міндетті. Сонымен қатар өрт қауіпсіздігі ережесіне сәйкес объектідегі өрт қауіпсіздік меншік нысанына қарамастан объектілердің меншік иелері ұйымдардың басшылары қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ өрт қауіпсіздік талаптарын бұзушылықтар жоймау, өрт туындауына, адам өліміне және ірі материалдық залаларға әкеп соғуы мүмкіндігін еске саламыз. Баяндама аяқталды. Медет Шесипович, жалғастырсаңыз. Рахмет, всех приветствую, коллеги. Хотелось бы довести вкратце информацию по осуществлению государственного пожарного контроля. Согласно действующего законодательства, с 2023 года органами гражданской защиты проверки осуществляются в форме профилактического контроля посещением субъекта и объекта контроля. Периодичность проведения проверок для высокой степени риска не один раз в год, для средней степени риска не чаще 2 раза в год. Все проверки и графики планируются в автоматическом режиме, то есть без участия инженерно-инспекторского состава. Для оценки степени риска используются следующие источники информации. Это первое, результаты предыдущих проверок, если объект закрыт с грубыми нарушениями. Второе, наличие на объекте неблагоприятных происшествий, это пожары. Также наличие одной и более подтвержденных жалоб в случае. Также результаты анализа сведений, представляемых государственным органам, это эксплуатация более 5 лет. И осуществление деятельности с подтверждением сведений о нарушениях требований пожарной безопасности. В соответствии с действующим законодательством, пунктом 144 Предпринимательского кодекса, до начала проведения проверки уполномоченный орган обязан уведомить субъект контроля о начале проведения проверки не менее за 30 календарных дней. По истечению сроков, указанных в уведомлении, органами гражданской защиты в органах прокуратуры регистрируется проверка. То есть в уполномоченном органе регистрируется проверка. На основании акта назначения проверки мы проводим проверку. В рамках проверки составляются акт о результатах проверки и предписание без возбуждения административного производства. То есть по выявленным нарушениям даются конкретные сроки до устранения нарушения, а субъект контроля обязан по истечению сроков, указанных в предписании, направить информацию об устранении нарушений. Если субъект контроля и надзора не направляет информацию, то есть инженерно-инспекторским составом делается запрос в течение 2 рабочих дней. По запросу открывается проверка, контрольная внеплановая проверка. В случае неустранения нарушения, согласно административного кодекса, направляются материалы в судебные органы по статье 462 части 3. Вместе с тем, с 2023 года, с июня месяца, в органах гражданской защиты имеется новая функция, это мера оперативного реагирования. Данная функция по обеспечению пожарной безопасности в части устранения нарушений, то есть критериями оценки степени риска имеются нарушения 81 пункт. При выявлении данных нарушений инженерно-инспекторским составом составляется акт приостановки. Это императивно обязательная норма. По истечению сроков, то есть выдается акт
акт надзора и предписание. По истечению сроков 2 месяцев сроки, указанные в Предпринимательском кодексе, в случае неустранения также направляются в судебные органы. Касательно по мерам оперативного реагирования при остановлении деятельности или выполнении работ субъектом, объектом контроля, надзора или отдельных видов деятельности. Порядок применения полностью указан в Законе о гражданской защите в пункте 38 прим. 1. В ходе осуществления проверки в области пожарной безопасности составляется акт о результатах проверки, предписания, и в случае выявления вышеуказанных нарушений, указанных в критериях, применяются меры оперативного реагирования. Необходимо отметить, что государственный контроль, то есть 2023 года, осуществляется с применением портативного носимого видеорегистратора. Все проверки записываются на видеорегистратор. В случае спорных вопросов можно будет посмотреть видео с носимого регистратора. Также хотелось бы остановиться на основных требованиях пожарной безопасности при эксплуатации объектов. В первую очередь руководителями и организациям, ответственным за эксплуатацию зданий и сооружений, необходимо обеспечить исправное состояние дымоудаления, автоматические установки пожаротушения, оповещение, управление эвакуацией людей, уделить особое внимание путям эвакуации, обеспечению первичных средств пожаротушения, огнетушителей. Кроме того, обеспечение системы водоснабжения, внутреннего и наружного водоснабжения. И обеспечить электробезопасность объекта. То есть при эксплуатации объекта не допускается использовать электрические сети и приемники электрической энергии с нарушением требований пожарной безопасности, изложенных в инструкции предприятия-изготовителя, электрические приемники неисправностями, которые могут привести к пожару, вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев, изоляция кабелей и проводов, а также автоматическая система управления противодымной защиты. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона о гражданской защите организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности вне зависимости от форм собственности. Также правилами пожарной безопасности на объекте обеспечиваются собственниками объектов и либо руководителем организации. Также напоминаем, что неустранение нарушений требований пожарной безопасности может привести к возникновению пожара, гибели и большому ущербу. Спасибо за внимание. Благодарю. Әріптестер, сұрақ-жауапқа көшейік. Переходим ко второй части нашего брифинга. Коллеги, если есть какие-то вопросы, можете задать. Скажите, по проведенному анализу за последнее время, какие чаще всего нарушения встречаются на объектах? Как отметили, с начала текущего года было выявлено более 2000 нарушений правил пожарной безопасности, в основном нарушения режимного характера, то есть отсутствие приказов, либо отсутствие первичных средств пожаротушения, иногда бывает не заправляют огнетушители, то есть зависит от руководителя, либо собственника объекта. Имеются нарушения капитального характера, но они в принципе устранимые, если есть финансирование. То есть также они обеспеченность пожарной сигнализации, водоснабжения. Она, если один раз сделать, в принципе, объект будет работать. Басқа сұрақтар жоқ болса, брифингті тәмамдаймыз. Сау болыңыз.